Бағып бара жатқан жеткіншекті құтқарған азаматтардың өздері судан шыға алмай қалды. Полиция инспекторы суға кеткен екі баланы құтқарып қалды. 12-13 жастағы баланы мектеп оқушысы суға батып бара жатқан кішкентай бүлдіршінді құтқарып қалды. Жаз басталғалы төтенше жағдайлар қызметінің жұмысы еселене түскен. Құтқарушылар шомылу маусымы басталғалы талай жанның өмірін арашалады. Төтенше жағдайлар басқармасының мәліметінше, бір ғана Алматы қаласы аумағында 10 адам құтқарылған, оның 2-еуі бала. Бүгін дер кезінде көмек көрсетіп, талай жанның өмірін арашалаған құтқарушы мамандардың жұмысы жайлы айтамыз. Шомылу маусымының қарқынды кезеңінде қауіпсіздік шараларына белсене қатысуда. Алматы қаласы оның себебі, бірден-бір себебі жаңағы статистикаға жүгінсек, Қазақстан бойынша судағы өлім саны өте күрт көбеюде. Суға кеткен адам денесін іздеу кезінде сүңгуірлер команда болып жұмыс істейді екен. Топта 4 адам болады. Біріншісі жұмысшы сүңгуір, суға түсіп іздестіру жұмыстарын жүргізеді. Екіншісі қамтамасыз етуші. Ол белге байланған арқан арқылы сүңгуірмен байланыста болады. Үшіншісі қосымша сүңгуір. Төртіншісі команда жетекшісі. Ол іздестіру жұмыстардан қалай жүргізілетінін айтып, бағыт-бағдар береді. Бүгін 17 жылдық тәжірибесі бар маман. Алғашқы көмек көрсету бойынша арнайы шеберлік сағатын өткізді. Адам батқан кезде жаңа пульсін көреміз біріншіден. Басын жанға нетіп, қойып, аузындағы инородное тело жаңа көбік болады, тілін жұтып қояды. Соның бәрін шығарамыз, аузын босатамыз, қайтадан дұрыс қоямыз. Жаңағыдай жүзу қоямыз да, былайынан екі вдох жасаймыз. Болмаса жаңағы салфетка іште болмаса, футболканы қойып істей беруге де болады. Екі рет үрлейміз, жаңағыдай 2-3 сантиметр кеудесі көтерілу керек адамның. Содан кейін реанимация жасаймыз. Мықты қолыңды оңға қоясың, мысалы оңға қай болса. И шынтағыңызды бүкпейміз, шынтақ прямой болу керек. И 15 нажатие, жаңағы 103 жедел жәрдем келгенше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Жаңағыдай тағы да 2 вдох, 15 нажатие, скорый келгенше. Реанимацияны үзбейміз. Асылбек Рахимбеков Алматы құтқару қызметінің маманы. Бұл салада жүргеніне 17 жыл. Айтуынша құтқарушының босансуына болмайды. Күнделікті дайындалып жаттығу керек. Судың мінезін зерттеу міндетті. Әйтпесе өзгені құтқару не іздестіру жұмыстары барысында өзің опат болуың да мүмкін дейді. Айтатын үлкен кісілер жаңағы бала шағаларына дұрыс қарамайды. Ішімдікке, алкогольді мас күйінде суға түсуге болмайды. Көбісі соны дұрыс түсінбейді. Негізі қауіпсіздік ережесін сақтау керек, алысқа жүзбеу керек. Төтенше жағдайлар басқармасының маусым айындағы мәліметінше жыл басынан жазым болғандар саны 65-ке жеткен. Оның 28-і бала. Оқыс оқиға кезінде адам өмірін арашалаумен қатар мамандар жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында да тынбай еңбек етеді. Біз Жетісу ауданы төтенше жағдайлар басқармасымен бірге арнайы рейд жұмыстарын жүргіздік. Алдын ала іс-шаралардың бірі ол адамдарға түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Жекеменшік бассейндарда жаңағы әлеуметтік осал топтардың балаларымен жаңағы суда өз-өзін ұстау әрекеттері бойынша оқу-жаттығулар ұйымдастырылуда. Сонымен қатар адамдармен түсіндірме жұмыстары ұйымдастырылуда. Қала бойынша тек Сайран көлінің батыс және шығыс жағалауына шомылуға рұқсат. Бірақ 25 маусымнан бастап аталмыш көлдің суы уақытша тартылды. Мәселе шешімін тапқанша тыйым салынған жерлерге суға түспей, арнайы орындарға барыңыз. Десе де, аквапаркте де қауіпсіздік ережесін сақтау маңызды екенін ұмытпаңыз.